Армысың қазақ елі? Мен Ақшакүл апамын. Осы блог арқылы пайдалы болсам екен деймін. Біздің кезде ерте тұрып жұмысқа баратын едік. Қазір көбісі төсектен тұра алмай қалатын болды. Ауру дегенің жас таңдамайды, шырақтарым. Қазір жастардың өзі шаршап жүреді. Айтарым көп қой, шырақтарым. Бәрін бір видеоға сыйғыза алмайсың. Келесі жолы кеңесімді тыңдап алыңдар. Армысың қазақ елі? Бұл мен, Ақшакүл апа. Кешегі кеңесімді жалғастырайын. Кеше жастарда шаршап жүр деп едім. Сөйтсем, таңнан кешке дейін телефон ұстайды екен ғой. Күнде таза ауада жарты сағат жаяу жүрсең, белің де, көңілің де орнына келеді. Үйде отырғанда бүкірейіп отыра бермеңдер. Ем іздемей тұрып, алдын алыңдар, құлындарым. Бүгінгі кеңес осы, елім. Ертең жайлаудан қайтайын, тағы бір сұрақтарам. Денсаулығыма ең үлкен байлық қой. Армысың қазақ елі? Ақшакүл апаң қалаға жетіп қалды. Жолда отырып та кеңесімді айтып үлгерем деп келем. Жайлауда жүргенге не жетсін? Қалада бәрі асығыс, бірақ елім денсаулық асығысқа қарамайды. Көлікті де, өмірді де уайыммен жүргізсең бақ, бір күні жолдан шығып кетесің, айналайындар. Ауырып ем іздегенше ерте тексеріліп, алдымен себепті анықтап алыңдар. Ауырмай тұрып тексерілсең, уайым да азаяды, жолың да жеңілдейді. Бастысы асықпайсың, қарақтарым. Тексеріліп қойыңдар, ертең күнге қалдырмаңдар. Ал қазір осыны жақындарыңа жіберіп, тіркеліп алыңдар, қарақтарым. Армысың қазақ елі? Таң ерте тұру тек дәстүр емес, бұл береке. Біздің кезімізде күн шықпай тұрып, жұмысқа кетіп қалатынбыз. Қазір көп жастар кеш тұрады. Тұрып, телефон ұстап қайта жатқаны. Бірақ ерте тұрғанның бір күнігі 2 күнге татиды. Таңғы таза ауаға дәрі емес, бірақ ем. Өзіңмен өзің қалатын, тыныс алатын сәт. Күн шықпай, дүние тыныш тұрғанда жүріп көрші. Жүрек те, жүйке де тынышталады. Жай ғана серуен денсаулығыңа да, ойыңа да жақсы. Бір сәтке екпінді тоқтатып, табиғатты тыңда. Ол да сөйлейді, егер тыңдасаң. Таңды бірге қарсы алайық. Видеоны бөліс, жазылып қой. Армысың қазақ елі? Бұл мен, Ақшакүл апа. Қазір бәрі дәмдіге құмар, бірақ дене пайдалыны қалайды. Не жесең соған айналасың. Қимыл жоқ, тамақ ауыр, сонда денсаулық қайдан болсын? Тамақ тек қарын үшін емес, жан үшін де жауапкершілік, айналайындар. Парақшама тіркеліп, видеоны таратып қойыңдар. Келесіде кеңірек тарқатамын. Армысың қазақ елі? Бұл мен, Ақшакүл апа. Бүгін тамақ жайлы 1-2 ауыз кеңес айтсам деп едім. Қазір дәмі бардың бәрі дұрыс сияқты көрінеді. Бірақ көп тамақ көп қуат емес. Кейде керісінше шаршатып тастайды. Не жесеңдің соған айналасың дейді. Майлы, тәттіні көп жесең бір, денең де майланады, ойың да тұманданады. Кейде ауру өзіміз жеген астың салдары. Сол үшін ойланып же. Тарелкеңе емес, тәніңе тамақ беріп жатырсың. Осы ойлар ұнаса, парақшама тіркеліп, бөлісіп қой. Келесіде қандай тақырып қажет пікірге жаза кетіңдер. Армысың қазақ елі? Бұл мен, Ақшакүл апа. Қимыл тіршіліктің нышаны. Адам денесі де, жаны да қозғалысқа мұқтаж. Бір орында қатып қалсаң, ойың да тоқтайды. Жүр, қозғалайық, жүрекке де жеңіл. Ең жақсы дәрі жүріс. Жаяу жүру ішкі ағзаның жаттығуы. Жаттығу жасару емес, шаршап қалмаудың амалы. Күнде аздап терле. Бір күнде көп емес, күнде бір сәт қозғалу керек. Сол тұрақтылық денсаулықтың кілті. Осы ойлар ұнаса, парақшама тіркеліп, бөлісіп қой. Келесіде қандай тақырып қажет пікірге жаза кетіңдер. Армысың қазақ елі? Бұл мен, Ақшакүл апа.
Судың күші еq тек шөлді қандыру емесе. Су денені ғана емес, ойды да, көңілді де тазалайды. Таңертең бір стакан жылы су ішкі ағзаң үшін ең қарапайым күтім. Видео көңіліңе қонса, парақшаға тіркел. Бөліс, келесі не жайлы айтсам дейсің, пікірге қалдыр. Армысыңдар, бұл мен Ақшакүл апа. Тәнің шаршағанда демалады, ал жаның тек тыныш ұйқымен тынығады. Ұйқыны ұрлаған телефон денсаулықтың да ұрлайды. Басына жастық салдың ба ойны да, экранды қой. Кешкі шайдан соң сабыр тап. Жарты сағат бұрын тыныштан ұйқы соны қалайды. Түнгі ұйқы жан мен тәннің ауысуы. Ерте ұйықта ерте тұру жеңіл болады. Ұйқыны бағалаңдар қарақтарым. Ол денсаулықтың түнгі күтімі. Видео көңіліңе қонса, парақшаға тіркел. Бөліс, келесі не жайлы айтсам дейсің, пікірге қалдыр. Адам ойы өмір бағыты. Не ойлайсың, соны шақырасың. Армысыңдар, бұл мен Ақшакүл апа. Көңіл тазармай, тәнің де жеңілдемейді. Жүрекке түскен ауырлықты жеңіл ой ғана ертеді. Әр сөз дуа, жақсы сөз шипа, ауыр сөз жара. Өзіңе айтатын сөзің де, ішкі ойың да жылы болсын. Ойыңды түзесең, өмірің де түзеледі. Пікір қалдырып, бөлісіп қойыңдар, келесте тағы кеңес айтамын.